Армысыздар қазақ халқым. Мен астаналық дәрігер Мұсауов Берік Көкенайұлы. Егер 23 апрельде Халықтар Ассамблея кеңесінде Тоқаев мырза Қазақстан халқын Ресейге қосу туралы мәлімет жарияласа, референдум жасайтын болатын болса, мен бұған үзілді кесілді қарсымын. Ауырды елмеген өлет дейді. 21-ші жылы Тоқаев мырзаның ұйғарымымен бүкіл информационный система, ақпараттық жүйе Қазақстанның Ресейдің зберіне өтіп кете жаздап, оны беріп қоя жаздап, Ресейге активистердің, белсенділердің, басқа да күштердің қарсы болғандықтан Қазақстанда оны өткізбей қойды. Сондықтан ол елімізде қалды. Екінші, бүкіл Қазақстанда елім жерім деген саяси тұтқындар босатылсын. Үшінші, депутаттарынан экспертный комиссия құрылып, бұл Қазақстанның Ресейге сатылған, өткен, заңды заңсыз түрде өткен бүкіл өнеркәсіптер қайтарылсын. Осыны репосттар туралы жалғастырып, челлендж жаратыңыздар. Рахмет.